Сіздердің серверлеріңіз қаншалықты қауіпсіз және менің GSM мен телефон нөмірім сіздерге не үшін керек? Біздің сервердің қаншалықты қауіпсіз екенін өзіңіз де оңай тексере аласыз. Ол үшін біздің genesis.kz сайтымызды ашқан уақытта сайт атауының алдынан HTTPS протоколын көресіз. Бұл сервердің қауіпсіздігін көрсетеді. HTTPS бұл SSL және TLS криптографиялық протоколдарының көмегімен шифрлауды қолдайтын HTTP протоколының кеңейтілген түрі. Яғни қарапайым HTTP-ге қарағанда бұл сіздің деректеріңіздің қорғалғанын және ақпарат шифрланғандықтан оның құпия екенін білдіреді. Енді көптеген адамдар петицияға қол қою үшін GSM нөмір жазудың не қажеті бар дейді. Біз 300 000 қол жинай салысымен үкімет платформаның әрбір қолданушысын, яғни деректерді тексеру мүмкін. Кейде адамдардың аты жөндері бірдей болады. Сондықтан әр қолданушыны GSM нөмір арқылы сәйкестендіру қажет. Бұл тәжірибе көптеген платформаларда кеңінен қолданылады. Мысалы, өтініш.kz платформасында. Ал телефон нөмірі не үшін деп сұрасаңыз, қажетті қол жиналғаннан кейін мемлекеттік қызметкерлер петицияға қол қойған тізімдегі кез келген адамды таңдап алып, оның көрсетілген телефон нөміріне звондап, өз еріктерімен қол қойғанына көз жеткізуі мүмкін.